Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Жалпы қайырлы кеш, қайырлы күн. Өт қабы бұл барлығымыз білетіндей осы бауырдың оң жақ бөлігінің астында орналасады. Пішімі, формасы примерно жұмыртқа тәріздес болады. Өт қабының сыйымдылығы 4-70 см куб, ал ұзындығы 8-12 см, ені 3-5 см болады екен. Қалыңдығы 0,1-0,3 см асатын болса, бұл холецистит деген, хронический холецистит деп айтады ғой, сондай ауруға шалдыққаныңызды білдіреді екен. Яғни сіз УЗИге барасыз, УЗИге барған кезде жалпы қалыңдық, өттің қалыңдығы, түсініп тұрсыздар ғой, қалыңдығы қалыңдай беретін болса, бұл жаңаға сіз майларды көп жеп қоясыз, немесе дұрыс диета ұстамайсыз, сол кезде осы қалыңдығы қалыңдап уже холециститке айнала бастайды. Яғни өттің жиырылуы да нашарлай бастайды. Осы себептерден түсінікті ғой. УЗИді қараған кезде қалыңдығы 3-тен асып тұрса, бұл уже холецистит. Өздері жалпы заключениесіне де жазып беру керек. Ары қарай кеттік. Енді ары қарай висцеральный терапия қазір живой модель. Ары қарай жалпы ас қорыту жүйелерін көрсететін боламыз. Сызып, кәдімгі схематично сіздерге барынша түсінікті болсын деп осылай жасап жатырмын. Бірінші қараңыздар, мына асқазан мына жерден басталады. Осылай басталады да былайынан келеді. Деп, мына жерде мечевидный отросток болады. Осылайынан. Осылай келеді. Осылай, мынау асқазан деп алайық. Асқазан. Енді ары қарай бізге өтті табу керек. Ал өтті қалай табамыз дейтін болсаңыздар, мына пупок тұр ғой. Осы кіндіктен жалпы былай иықтан қиғашынан сызатын болсаңыздар, мына жерде печень тұрады, бауырдың астында бізде не тұрады? Өт жолы, өт қабы. Міне өт қабын былай осылай жасаймыз. Ал протоктарға келетін болсақ, протокты былай жасай саламыз. Проток бізде былай. Дәл осы жерде мынау холедых деп айтамыз. Ал осы протокта өт түтікшесі мен ұйқы без түтікшесінің қосылатын жері дәл осы жерде. Мына жақта былай ұйқы без тұрады. Ұйқы без түтікшесі мен өт түтікшесінің қосылатын жерін бізде фатерососочек деп айтамыз. Фатерососочек. Дәл осы жерде бізде сфинктер одди болады. Сфинктер одди көрсетейін. Мына жерде сфинктер бүйтіп көрсетіп қоямыз. Міне. Жалпы түсінікті, ең главный өт, асқазан, жерде ұйқы без бар, мына жерде. Қазір көрсететін болам онда. И мынау 12 шек. Түсінікті ғой, Ары қарай кеттік. Жалпы тамақ ішесіз, тамақ ішкеннен кейін асқазанға түседі. Асқазанға түскен тамақ қорытылу керек, қорытылады. Жалпы если асқазаныңыз рабочий болса, әрине, асқазанға ас қорытылғаннан кейін нормальный физиологиясын айтып жатырмын. 12 елшекке келеді. 12 елшектің жалпы басталатын жері мына жерде луковица деген бар. Луковица деген бұл жалпы сіздің асқазаныңызда жалпы қанша тамақ қорытылды, қанша май бар, ол жерде сол химический количествосын анықтайды. Енді сол количествоға қарай мынау өт бөлінеді. Қанша тамақ жейсіз, соған қарай, соның көлеміне қарай мына жерде өт бөлінеді. Енді бұл луковица кәдімгі компьютер. Жалпы барлығын яқтан түскен тамақты есептейді. Енді осы компьютердің миын ашытпау керек жалпы. Ананы да жеп, мынаны да жеп, бәрін араластырып, быт-шытын шығарып, мынаның өзінің миы ашып қалу мүмкін да, луковицаның. Сол үшін қатты қинамау керек. Бұл да бір тірі не ғой, организм, еще тем более өзіңіздікі. Енді осы луковица өт жолына сигнал береді. Өт жолы өзінің есептеген количествосында өзі жиырылу процесі басталады. Мына жер жиырылады да сұйықтық бөледі. Яғни сіздің сфинктерлер ашылады да 12 елшекке келеді. Осы жерде өт қышқылдары мен мынау ұйқы безінен шығатын ферменттер екеуі бір жерден шығарады да сіздің асыңызды барлығын қорытып жібереді. Өйткені өт қышқылдары сіздің тамағыңызды өз жалғыз қорытуға жеткіліксіз. Сондықтан да мына жерден ферменттер қосылады, яғни көмекке келетін ұйқы безі. Сөйтіп, мынаның барлығы қорытылып, сізде запор да болмай, сөйтіп нормальный адамдар
осылай не істейді, жаңағы физиологиясы осындай. Негізі осыған дейін де сіздің нормальный физиология осындай болған. Енді бізде ненормальный физиология, жалпы сіздердің ауруларыңыз қалай пайда болады, мен сіздерге қазақ тілінде анықтап түсіндіріп беремін. Міне қараңыздар. Ең бірінші жалпы өт аурулары бұл бізде тамақ дұрыс ішпейтін адамдарда пайда болады. Мысалға сіз азанда бағана айтқандай жылы су ішуіңіз керек, содан кейін май жеуіңіз керек. Нормальный май, дұрыс ағзаға пайдалы май сіздің өтіңізді бөлгізіп, мына ферменттерді шығарып, мына жерден асты жақсы қорытып жібереді. Түсінікті ғой, А, К, Д, Е деген витаминдерді тек таза дұрыс майлар ғана қорыталады. Ал енді сіз дұрыс емес майлар жейсіз, яғни өлі майлар, таза емес, қуырылған майлар, шемішке майы күшті май деп ойлайсыздар ғой. Енді ол қуырылатын болса, ұзақ уақыт жаңағы қуырылып жейтін болсаңыз, бұл өлі май, таза емес, асқазан қорыталмайды ондай нәрселер. Сол кезде өлі май түскен кезде ол қорытылмай бүтіндей түседі. Бүтіндей түскен жерде, ол жерде А, К, Д, Е деген витаминдер мүлдем жұмыс жасамайды. Сөйтеді, өтте дұрыс бөлінбейді, ұйқы безінің ферменттері де дұрыс бөлінбейді. Түсінікті ме? И перистатика да жұмыс жасамайды. Мысалға, сіз сол фастфудты жедіңіз, қуырылған нәрселерді жедіңіз, қуырылған нәрселер естественно маймен қуырылады ғой. Сөйтіп қуырылып, соны жейсіз де асқазанда дұрыс қорытылмайды. Асқазанда дұрыс қорытылмаған нәрсе 12 ішекке келеді қорытылмай, 12 ішекке келген нәрсе мына жерде ұзақ уақыт тұрып қалады. Сөйтеді да, мына өтте дұрыс бөліне алмайды, ұйқы бездегі ферментте дұрыс бөліне алмайды да, мынаны қорыталмайды. Жаңағы дұрыс емес өлі майларды. Сөйтіп, сіздің асқазаныңызға, жалпы ішектеріңізге түседі. Ішектеріңізге түскеннен кейін, өт дұрыс бөлінбегеннен кейін, естественно, ол жерде бактериялар дамиды. Яғни өттің бактерияларды өлтіретін қасиеті бар деп айтқан бағана. Енді сол бактериялар өлтіре алмайды, өлмеген бактериялар не істейді? Ары қарай дамып, сіздің ішектеріңізді ауыртады. Ол язвенный колит болуы мүмкін, немесе киста, кішкентай майда-майда кисталар пайда болады ішекте. Және де газообразование болады. Яғни бұл патогенді нәрсе ғой, интоксикацияға айналады да, сөйтіп газообразование болады. Көп адамдар айтады, мына ішектерім ісіп кетеді деп айтады. Тамақ ішем, ішектерім ауырады, тяжесть болады, ауырсыну, өз-өзіңізді бүйтіп ауыр сезім жүресе, сөйтіп иммунитет түсе бастайды, өт дұрыс бөлінбегеннен кейін. Одан кейін не бар? Бізде ішектің перистатикасы жастырмайды, жаман болып кетеді. Яғни перистатика ұзақ уақыт нашар болып жүргеннен кейін сізде естественно запор деген нәрсе пайда болады. Ал запор ұзақ уақыт бола беретін болса, сіздің опущение органы деген нәрселер пайда бола береді. Түсінікті ғой, Енді екінші вариант бізде бұл не? Екінші вариант дұрыс тамақтанбау. Ол да дұрыс тамақтанбау, көбінесе офиста жұмыс жасайтындар, отырып жұмыс жасайтындар, тамақ ішуге уақыт жоқ адамдар бізде қалай тамақтанады? Азанда тамақ ішпейді, түсте бірақ ішеді, түсте ішкен тамақты ертеңгісін тағы бір рет тамақ ішеді. Сөйтіп күнде 2 рет немесе 1-ақ рет тамақ ішіп, немесе уақытылы тамақ ішпейтін адамдарда мына жерде проблема пайда болады. Неге? Өйткені сіз уақытылы тамақ ішсеңіз, мынауда уақытылы өзінің уақытында не бөлініп отырады? Өт ферменттерін бөліп, ас қорыту жүйесі істеп тұрады. Ал сізде қалай? Бағана айтқандай, азанда ішесіз, түсте ішесіз, кешке ішпейсіз, келесі күні бірақ ішесіз. Сөйтеді, мына жерде өттің ұзақ уақыт бөлінбеу себебінен майлардың іркілуі немесе холецистит деген сияқты нәрселер пайда болып, мына өт жолдарында, ұйқы безінде воспалительный процесс пайда болады. Сөйтіп сізде мына өт жолы толу деген нәрселер сияқты мазасыздану аурулар пайда болады. Ендігі бізде тағы бір вариант, бұл сіздің дұрыс тамақтанбауыңыз. Ол қандай дұрыс тамақтанбау? Бұл сіз тамақ ішіп отырасыз. Тамақ ішіп отқан кезде сіздің асқазаныңызға тамақ түседі. Асқазанға тамақ түскен кезде не болады? Температура көтеріле бастайды. Жалпы асқазан деп бекер айтпаған. Біздің қазақ жалпы дана халықта. Асқазанға тамақ түскен кезде сіздің асқазаныңыз оны қорыту үшін бұл өзінің температурасын көтереді. Температурасы жалпы 39 градусқа дейін көтеріледі. Сөйтіп 39 градусқа дейін көтеріп, өзінің астың бәрін жалпы қышқылдар бөлінеді, сөл бөлінеді. Сөйтіп асты қорытып жіберген кейін, болғаннан кейін қорытып, бұл температураны түсіре бастайды. Температура түседі.
уже асқазан ойлайды, температура түсті, значит мен мынау қорытылған тамақты 12 келшекке жіберуім керек деп ойлайды. Бұл компьютер кәдімгі. Сөйтеді да, алады да 12 келшекке жалпы сфинктерге сигнал береді. Так, ашыл, мен тамақты саған жіберуім керек, қорытылды, дайын тұр деп. Сөйтеді да, бұл жаққа келеді бұл, сөйтіп қорытылып нормальный физиологияда кетеді. Негізі нормада осы. Ал сіздер қалай тамақ ішесіздер? Сіздер естественно тамақ ішіп отырасыздар, артынан мұздай кола ішесіз. Енді бұл қалай болады қазір? Сіз тамақ іштіңіз, қазы қартаны жеп отырсыз, фастфуд жеп отырсыз, бірден жеп отырсыз, сөйтесіз да, жедіңіз, тамақтың түскен беті сол, артынан мұздай коланы ішесіз. 1 минут, 2 минут өткен жоқ, тұрасызда мұздай коланы ішесіз. Мына жерде асқазан енді температурасын көтеріп келе жатады, ана асты қорыту үшін. Сіз мұздай кола іштіңіз, мұздай кола түскен кезде мына температура түседі. Температура түседі, ас қорытылған жоқ әлі. Сөйтеді де асқазан ойлайды, так, менде температура түсті. Мен не істеуім керек? 12 келшекке қорытылмаған тамақты жіберуім керек дейді. Ол ойлап тұрған жоқ, қортып қойдым деп ойлап тұр да. Ал сіз оның ойын бұзып жатсыз. Мынау қорытылмаған тамақ түседі да, сөйтіп асқазан алады да, бұны 12 келшекке жібереді. Ал сіздің жалпы бағана ішкен мұздай колаңыз бар, май тұр, қатық балған, әлі қорытылмаған, ешқандай сөл жоқ, тұрады да мыняққа келеді 12 келшекке. 12 келшекке түскеннен кейін бұл тұрады, ауырады сосын. Мына жағыңыз тамаққа тойып алғансыз, еще мыняққа тұрады да ауыртады. Мынау енді өт жолымен ұйқы без ферменттер иммун, естественно, қорытып жібере алмайды ғой. Бүтіндей тамақ тұрды жерде, ойлаңызшы. Мына екеуі қорытып жібере алмайды. Сосын мыняқта ұзақ уақыт тұрады ол. Содан кейін не пайда болады бізде? Бізде бұл 12 келшектің жарасы деген аурулар пайда болады. Язвы, 12-перстный кишки деген нәрселер пайда болады. Сөйтеді да қайтадан обратно мынау эмульсияға айналмаған, қорытылмаған тамақтар яққа келеді да сіздің ішектің стенкаларын бұза бастайды. Мына жерді бұзды, ұйқы безді бұзды, өтіңізді бұзды, ішектің стенкаларын бұзды, и опять иммунитет төмендеп бастайды. Сөйтіп аурулар пайда бола береді. Бұл енді ұзақ уақыт осылай жүре беретін болсаңыз, көптеген аурулар тудыру мүмкін. Бізде ендігі вариант бұл стресс. Яғни сіз көп уақыт стрессте жүресіз, депрессияда жүресіз, ашуланасыз, сол кезде сізде неқта спазм пайда болады. Бізде ашулануға, стресске, депрессияға ең сезімтал орган бізде бұл 12 келшек. 12 келшек бізде ең депрессияға сезімтал. Осы спазмируется вот так. Содан кейін сіз сол кездерде, ашуланып жүрген кездерде сізде тамаққа деген тәбет болмайды. Тамаққа деген тәбет болмайтын болса, ұзақ уақыт уже мынаяқтың аурулары пайда бола береді. Сөйтіп бір күні тамақ ішейін дейсіз, тамақ ішкен кезде уже сіздің организм қабылдамайды. Яғни тамақ ішесіз и біраз уақыттан кейін мынау 12 келшегіңіз ауыра бастайды. Яғни бауырдың асты ауыра бастайды. Сіз түсінбейсіз, неге мен вроде тамақ ішіп жүрдім ғой нормально, неге ауырып жатыр? Өйткені ұзақ уақыттық стресстен, ашуланудан бұл сақтап алады есіне. Сіз бір рет ашуландыңыз, бір айдан кейін тағы стресске түстіңіз, соның бәрі жинала береді да, мына жер спазм тұрып қалады. Сөйтеді да мынау өт түтікшелерінде воспалительный процесс басталады. Мынау ұйқы безінде воспалительный процесс, бауырда бастала береді. Неге? Өйткені мына жер спазм ұзақ уақыт болғаннан кейін мынау бауырдың гепатоциттері де зардап шегеді. Сөйтеді неқта сфинктерлер жабылып қалады. Ұйқы без дұрыс жасамайды. Ұйқы бездің өзін-өзі ісіру процесі басталады. Яғни неге? Неқта ұзақ уақыт ферменттер өзін шығара алмау әсерінен ферменттер өз-өзін қайнату. Яғни ұйқы без өз-өзін қайнату процесін бастайды. Бұл ферменттер шығып, мынаяқта қайнатып шығарып жіберу керек қой, сіздің жеген тамақтарыңыз. Ал мынаяқтан шықпайды, сөйтеді да өз-өзін қайнату процесін бастайды. Панкреатит, диффузное изменение поджелудочной железы деп диагноз қойып береді сіздерге. Вот сол. Кейбір адамдар болады, сол жақ қабырғамның асты ыстық болып жатыр дейді да, күйіп жатыр, неге олай түсінбейді. Мынау сіздің ферменттер уже өзіңіздің ұйқы безіңізді қайнатып бастады деген сөз. Осының әсерінен панкреатит, сахарный диабеттің екінші типтерде басталып кетуі мүмкін. Түсінікті ғой, енді бізде ары қарай висцеральный коррекция осы мәселелерді шешу үшін қазір сіздерге барлығын түсіндіріп берем. Түсінбесеңіздер артқа айналдырып мұқият тыңдап алыңыздар.
Енді түсіндіңіздер ғой, иә? Сіздерге ешқандай дәрі ішудің қажет жоқ екен. Жалпы өт жолына ең күшті көмектесетін нәрсе бұл дәрі емес, өт жолының өзінің физиологиясы, өтінің өзінің нормальный физиологиясы. Мысалға, сіз өтіңіз ауырған кезде дәрігерге барыңыз, дәрігер сізге неше түрлі дәрілер жазып береді, яғни ішкі аурулар кезінде. Сіз ол дәрілерді ішесіз, ешқандай көмегі болмайды, сөйтесіз де барып сетевиктерге барасыз. Сетевиктер сіздерге күшті баттар береді. Баттардың неше түрлісі бар қазір. Сол мына дәріні, мына БАДыды ішетін болсаң, вообще өлмейсің деп неше түрлі әңгімелер айтады ғой. Енді сол баттарды ішкеннен кейін какой-то бір нормальный нормаға келуі мүмкін, бір кішкене уақыт. Бірақ басқа органдар страдать етіп жатады, ауыртады одан сайын. Ол бірақ БАДы бұл көмекті емес. Сіз гастроэнтерологқа барасыз, гастроэнтеролог өзінің жаңағы урсасит, урсасандарды береді, ол дұрыс. Негізі сіздің ауруыңызға жалпы кәдімгі штатный дәрілер беріп жатыр. Енді сіз жалпы түсіндіңіз деп ойлаймын. Висцеральный коррекция арқылы сіз өзіңіздің диетаңызды нормаға келтіру арқылы ғана сіз өзіңізді емдеу процесін жасайсыз. Жалпы енді бізде висцеральный терапия, жалпы ең бірінші денеге тиіспес бұрын бізде бірінші не істеу керек? Бізге бірінші тыныштық керек, екінші бізде өзіміздің гигиена, жалпы қолдың тазалығы. Өйткені қолдың тазалығы неге қажет? Бізде микротрещина деген бар, алақанда микротрещиналар пайда болады. Сіз мысалға автобусқа барасыз, жұмыс жасайсыз, сол кезде біздің алақандарымызда микротрещина деген нәрсе пайда болады. Микротрещина бұның ішінде өзінің микробтарын, барлық микробтарды жинайды, сөйтеді аурулар туғызуы мүмкін. Мысалға денені ұстаған кезде, мысалға кейде ер азаматтар болсын, әйел азаматтар болсын, қолды жуып барып, өзінің гигиеналық жақтарын жуу керек деп жиі айтамыз ғой. Сол үшін маңызды. Және де бұны тереге ұстаған кезде өзіңіздің алдыңыздағы пациентіңіз болсын, өзіңіздің туысыңыз, өзіңіздің жақындарыңызға көмектескен кезде осы қолыңыздағы микробтар арқылы тері ауруларын туғызып алуыңыз мүмкін. Бұл өте маңызды. Сондықтан да мынандай перекис водорода болмаса, жалпы антисептиктер болатын болса, осылай қолыңызда обработка жасап алып қана осында терапияны бастауыңыз керек. Өзіңізге болмаса да басқаларды да ойлауыңыз керек. Өйткені өзіңізге жасап атқан кезде өзіңізді ауыртып алуыңыз мүмкін. Сол үшін осылай обработка жасап аласыздар. Екінші нәрсе бұл тыныштық. Тыныштық керек. Және де пациенттің шошытып алмау керек. Яғни ішін басқан кезде бірден басып жібермеу керек. Мысалға бірден басып жіберетін болсаңыздар, тош пациент қорқып қалады. Және де қолыңыздың жылулығы керек. Қолыңыз жып-жылы болу керек. Пациентке немесе өзіңізге ішті ұстаған кезде іш сезет бәрін. Суық нәрсе, жылы нәрсе, раздражение болуы мүмкін, дұрыс қабылдамау мүмкін, сіздің негізді тырысып алуы мүмкін де, ішектер, ішкі органдар барлығы. Сол үшін қолдың жып-жылы болуы өте маңызды. Содан кейін бірден басып алып, мыжып, ондай болмайды. Бұл өте жұмсақ, өте баяу жасалу керек. Өйткені травма жасауыңыз мүмкін, немесе пациент сізден шошып қорқып қалуы мүмкін, немесе іштің өзі, ішкі органдар сіздің висцеральный терапияны қабылдамауы мүмкін. Сол үшін өте маңызды. Жай ғана қолымызды жай қоямыз и үйретеміз пациентті. Жаймен үйретуіміз керек ішектерді. Былай ұстап, айналдырып, бұның жан-жағына бүйтіп жай айналдырамыз. Осылай айналдыруымыз керек. Өте жай үйретуіміз керек. Былай ұстап, кішкене күтуіміз керек. Бірден бастап кетсек, бұл раздражение тудыруы мүмкін, қорқып кетуі мүмкін. Сондықтан да баяу, кәдімгі бір үйретілу дейді ғой, үйрету керек организмді. Қол жылу болуы маңызды, бағана айтқандай. Өте баяу, ұстап шығуымыз керек. Немесе бүйтіп айналдырсақ болады. Осылай ішекті үйретуіміз керек. Барлық жақтарына бүйтіп ұстап. Көріне ме? Осы жерлердің бәрін. Енді біздің жұмыс жасайтын аумағымыз жалпы
Жалпы аяқта аяқта созып жататын болса, может пациентке ыңғайсыз болуы мүмкін. Негізі эффект жақсы болу үшін екі аяқты да бүгіп қою керек болады осылай. Осылай бүгіп қоясыздар. Содан кейін жалпы висцеральный коррекцияны бастаймыз. Ары қарай. Жалпы ары қарай кеттік. Если сізде антисептик болмаса, осылай қолыңызға перчатка киіп алсаңыз дұрыс болады негізінде. Енді бағана жалғастырамыз, ішті үйретіп аламыз осылай. Ішті үйретіп алғаннан кейін бізде ең бірінші қай проекциядан бастаймыз? Яғни біздің жұмыс жасайтын проекциямыз мына осы жерде. Осы проекцияда жұмыс жасаймыз. Жалпы мына өтетін жері мына омыртқа ғой, омыртқаның оң жақ беті. Міне осы жерде жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге ыңғайлы болсын осылай сызып қойдым. Түсінікті болу үшін барынша. Енді қараңыз. Жалпы ең бірінші не істейміз? Ең бірінші қалай басамыз, жалпы көбінесе мынау рефлюкс эзофагит деген диагноздар болады. Көп адамдарда қазір мынау өт жолының ауруларымен көп ауырып жүре берген адамдарда уже мына жерлер ауырады. Яғни ащы дәм кетіп қалады. Мына жерде клапандары ашық болады. Осы клапандар ашық қалған кезде біз мына жерді бірден басып жіберетін болсақ, уже мына неприятный жалпы нелер келеді. Запыран деп айтамыз, ащы сұйықтық келеді. Сол үшін ең бірінші бастаған кезде міне 12 келешектің аяқталатын жерінен басамыз. Жалпы қол, мына саусақпен жұмыс жасаймыз. Дәл осы жерді былай асықпай басамыз. Жай бассаңыз болады былай, немесе қолдың салмағын қойып қойсаңыз болады. Ең дұрысы, ең безболезненный, ең қауіпсіз терапияның түрі бұл осылай 12 келешектің кіндіктің үстіне былай қолды қою. Осылай ұстап тұрасыз. Просто ұстап тұрасыз. И кішігірім ауырсыну сезуіңіз мүмкін. Бірақ негізі көбінесе ондай болмайды. Жай басып тұрасыз. Просто қолдың салмағын ғана қойып тұрасыз. Осылай. 1 минут, 2 минут. Түсінікті ғой, осылай ұстап отырамыз. И жай жібереміз. Бірнеше рет осылай істеуіміз керек. Немесе өзіңіз висцеральный коррекция емес, просто өзіңізге жасауға сатып алған болсаңыз, бұны сіз былай жасайсыз, үй жағдайында. Міне. Осылай ғана саусағыңызды қойып қоясыз. Екі саусағыңызды екі қолыңызды қойып қойсаңыз болады осы жерге. Просто ұстап тұрасыз. И организм үйренеді. Организм бізге ары қарай жұмыс жасауға разрешение береді. Яғни түсіну керек. Біз оған көмектесейін деп жатқанымызды. Осылай ұстап тұрамыз. Вот так. Одан кейін жай жібереміз. Осылай 2-3 реттен басып шығамыз. Және де ары қарай біз не істейміз? Ары қарай бізде ең бірінші жұмысты бастап алатын жер бізде бұл осы проекция, бұл жерде бізде бағана айтқанда луковица деген бар. Екінші біз мына луковицаны басамыз. Тамақ ішкеннен кейін 20 жарты сағат немесе 1 сағаттан кейін жұмыс жасайтын болсаңыз өте жақсы болады осы луковицамен. Негізі в идеале тамақтан алдын жұмыс жасаған жақсырақ, азанда ұйқыдан тұрған кезде. Енді бұны біз қалай басамыз? Бірден шұқып басып жібереміз ба, или былай басамыз ба, қалай? Қандай скоростьпен басу керек? Жалпы бұны біз бірден басып жіберетін болсақ, травма болады, кәдімгідей травма болуы мүмкін. Өйткені бұл жерде біздің денемізде фасция деген бар, яғни еттердің арасындағы ақ нәрсені бізде фасция деп айтамыз. Сол фасциялар бізге бірден басып жіберуге ол реакциясы дұрыс болмайды. Бізге оған рұқсат бермейді ол. Біз бірден басатын болсақ, уже пациентте шошып қалуы мүмкін, қорқып кетуі мүмкін, ауырсыну сезімдер өте қатты болатындай бірден басатын болса. Мысалы, қараңыз, сіз кәдімгі қойдың жүні бар ғой, қойдың жүнін суға салып, кәдімгідей шылқылдатып, сосын бірден тартуға әрекет етіңізші, ол сізге не бермейді, мұрша бермейді, бірден тартып үзіп жүруге. Оны ұстап, жай бүйтіп қозғап, тартып жіберетін болсаңыз, үзіледі кәдімгідей, нормально қатты күш салмай-ақ сөйтіп үзіп тастауға болады. Бұл да дәл сондай нәрсе, осындай сезумен басу керек. Мысалға, мына саусақпен луковицаны біз жаймен баса бастаймыз. Жаймен осы демнің несімен жай баса бастаймыз.
Вот. Кішкене қаттырақ болады басқан кезде, одан кейін уже міне жай рұқсатын бере бастайды. Луковица түсінеді. Осылай біз оған осы арқылы көмек бергіміз келіп жатқан. И пациент те сізге беріле бастайды. Қатаймай, тырыспай, оказывается, болады екен ғой. Осы кездерде кішкене ауырсыну пайда болады. Ауырсыну, болевое ощущение. Болевое ощущение кеткенше толыққанды біз осылай ұстап тұруымыз керек. Міне, пациент демала береді. Біз сол деммен ұстап тұра береміз. Примерно 1 минут 40 секунд деген сияқты. Өстіп ұстап тұра береміз. Вот. Бұл әлі луковица толыққанды жіберген жоқ, фасция төмен қарай. Вот, ауырсыну кеткен кезде біз жібереміз. Біз жіберген кезде негізі обязательно пациент былай демалады кәдімгідей. Көрдіңіздер ме? Осылай демалу болады. Демалғаннан кейін біз осы демнің кетіп баратқанымен қайтадан бастаймыз. Вот. Енді екінші басқан кезде уже мына жерде бурление басталады. Яғни фасциялар, ет барлығы босағанын көрсетеді. Луковица, яғни 12 келшектің бастау болатын жер. И қолыңыз кішкене еркін кіреді. Жұмсақ болып қалады кәдімгідей. Вот. Осындай ауырсыну сезім болады қайттан. Сол ұстап тұра береміз. 1 минуттай, 2 минуттай. Осылай. Көрдіңіз, түсіндіңіз ғой? Қайтадан жібереміз 1 минут ұстағаннан кейін. Жалпы осылай кете береді. Ал егер өзіңіз жаңағы үйде жасайтын болсаңыз, қалай жасайсыз? Саусағыңызды аласыз да, міне осы жерде бүйтіп басып тұрасыз. Түсінікті ғой? Егер де ыңғайсыз болатын болса, кейбір адамдар бар, немен басам, қолмен ыңғайсыз, немесе былай басып тұрсыз, екінші қолыңызды мынаның үстіне қоясыз бүйтіп. Салмағын тастап тұрсаңыз, қол ол жеткілікті. Вот так. Барлық методиканы, барлық висцеральный коррекция жаттығуларын барлығын сіздерге көрсеттім. Енді түсіндіре алдым, сіздер де түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді қараңыз, өттегі тасты түсіруге бірнеше условия бар. Егер де сіз тасты түсіру үшін бір дәріні, БАДы, препаратты ішіп алып, жатып алып, күтіп жатсаңыз, өтімдегі тас қашан түседі екен деп ол түспейді никогда. Қараңыз, өттегі тас қимыл аз болған кезде мүлдем қозғалмайтын болсаңыз, немесе аз қозғалатын болсаңыз, және де офиста осылай отырып жұмыс жасайтын адамдарда өтінде тас пайда болады. Түсіндіңіз ғой, иә? Екінші вариант, бізде стрессте көп жүретін адамдардың несінде өт қабында тас пайда болады. Яғни спазм көп уақыт болғанның әсерінен сіздің өтіңізде тас пайда болады. Және де дұрыс тамақтанбайтын адамдардың өтінде де тас пайда болады. Енді соңғы бір сұрақтарға жауап бере кетейін. Бізде висцеральный массажды үйретесіңдер ма деген сұрақтар көп болады. Бізде әлі ол висцеральный массажға толыққанды набор болып жатқан жоқ. Және де бізде кинезиология ММТ, яғни мышечный мануальный тестирование деген бар, соған бізде набор болып жатыр. Және де кәдімгі обычный массажды келіп оқып кетсеңіздер болады. Барлығы қазақ тілінде. Осымен біздің семинар аяқталды. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, сау саламатты болыңыздар.